Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге біздің бала күніміздегі аузыңнан дәмі кетпейтін өте дәмді осындай нан салманы дайындауды көрсететін боламын. Бұл нан салманы жасау үшін бізге үш ақ өнім қажет. Олар ет, пияз және қызанақ. Және бұл тағам өте оңай әрі жылдам дайындалады. Нан салманың тұздығына қажетті етімізді, пиязымызды, қызанағымызды турап аламыз. Бұл тағамға қызанақты көбірек қосамыз. Сонда қызанақтың қышқылтым әдемі дәмі шығып, тамағымыз өте дәмді болады. Тұздығымыз тауық етінен дайындалғандықтан өте тез дайын болады. Менімен бірге осы нан салма тамағын жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығары сөзсіз. Егер сіздерге менің жасаған тамағым ұнаса, қажеттеріңізге пайдалы болып жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей, мен қажетті заттардың бәрін турап, ыдыстарға салып жатырмын. Етімді ұсақтап турадым, пиязымды жарты сақина етіп турадым, қызанағымды ұсақ қып тураймын. Және де қызанақты жаңа айтқандай көбірек қосамыз. Мінекей, заттарымыз дайын болды. Енді қызып жатқан отқа табамызды қоямыз. Табама май құямын. Майымды қыздырып алу үшін майыма кішкене нанды үзіп саламын. Пиязды салып күйдіріп алса да болады, немесе пияздың орнына осылайша нанның үзігін салып майымызды қыздырып алсақ болады. Мінекей, нанымыз қызарғаннан кейін алып тастаймыз. Сөйтіп пиязымызды салып, сарғайғанша жақсылап осылай қуырамыз. Қуырылып жатқан пияздың үстіне сосын етімізді саламыз. Етімізді жақсылап осылай қуырып аламыз. Осы тұздығын дайындап жатқан кезде, нан салманың тұздығын дайындап жатқан кезде, алдын ала үлкен ыдысқа су құйып, тұзын салып, бөлек суды қайната беремін. Мінекей, пияз бен еттің үстіне енді қызанағымызды салдық. Жақсылап осылай қуырамыз. Қызанағымыздың суы шығып, өте әдемі болып қайнап жатыр. Тұздыққа міне тұзын қосамын. Одан кейін кішкене аздап су құйып жібереміз. Көп құймаймыз, аз ғана құямыз. Сөйтіп, тұздығымыз қайнағаннан кейін отын пәсейтіп, қақпағын жауып, 5 минутқа қойып қоямыз. Тауықтың етінен жасалып жатқандықтан біздің тұздығымыз тез піседі, тез дайын болады. Мінекей, тұздығымыз да дайын болып қалды. Енді тұздығымыздың астындағы отын өшіреміз. Сөйтіп, басқа ыдыстағы суымызда міне қайнап қалды. Осы қайнап жатқан суға алдын ала дайындап қойған қамырымды салып аламын. Бұл қамырымды осыдан 2 күн бұрын жайып, тоңазытқышқа салып қойған болатынмын. Дайын қамырымды пісіріп аламын қазір. Мінекей, қайнап жатқан суға
қамырларымызды саламыз. Қамырды салып жатқан кезде қозғап отырамыз, бір-біріне жабыс қалмас үшін. Сөйтіп қақпағын жауып қоямыз. Сосын қайнағаннан кейін үстінен су құямыз. Мінекей біздің қамырымыз да дайын болып қалды. Нан шәуілменен сүзіп аламыз қамырымызды. Суын ағызып нан шәуілмен міне. Сөйтіп легенге салып аламыз. Легендегі дайын қамырдың үстіне енді тұздығын саламыз. Осылайша қамырдың арасына майларын кіргізіп, айландыра осылай құйып аламыз. Мінекей тұздығын бетіне салып дайындап қойдық. Енді тамағымызды дастарханға алып бара берсек болады. Сау болыңыздар.